Біз өте бақытты отбасымыз. Анамыз жұмыс жасап, біздерді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бағып келеді. Анашым, қара, қандай күшті көйлек? Ешқашан бетімізден қаққан емес, қалағанымызды аямай алып береді. Анамыз тамақты өте дәмді жасайды, әр қашанда қарнымыз тоқ. Жандарым, мен келдім. Бұл маймыл. О, жарайсың, қызым. Фея. Жоқ, русалка. Бұл Рапунцель мультфильм ғой. Рапунцель, дұрыс, Рапунцельдің шашы ұзын болады. Я мультфильмда. Анашым, біз достарымызбенен киноға барушы едік. Ақша берші? Қазір мен барып көрейін. Балам, мен саған ертең банкоматтан шешіп берейін, жарай ма? Жақсы, ана. Қарындасыма ғылымға қызығын арттыру үшін қызықты кітаптар оқып береді. Бірақ бұның бәрі ананың балаға деген үлкен жүрегінің көрінісі. Ал шын мәнінде анамыз жақсы қызметтемін деп, жақсы киініп шыққанымен, ол тазалықшы болып жұмыс жасайды. Балалардың өзгенің алдында өзін кем сезініп, жанары жасып, жерге қарамай, қатарларың сені кемсітпей, еркін жүрудің арзанға түспесі анық. Бала деген ана жүрегі, оның біздер үшін қосымша ақша табуына әкелді. Анамыз жұмыстан қанша шаршап шықса да, үйге келгенде бізге білдірмеуге тырысады. Жандарым, мен келдім. Достарымызбенен киноға барушы едік. Ақша берші? Балам жақсы жүрсін деп, жоқты бар қылған, болмаса да болдырған, ол ана. Я, ол біздің анамыз. Тоқта! Қасымда бол, балақай! Жандарым, мен келдім. Ана, біз сізді жақсы көреміз. Сізге көп рахмет. Сіз ең жақсы адамсыз. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз.